Қайырлы күн, құрметті достар. Менің есімім Эльмира Сайлауқызы. Жалпы менің еңбек жолым жайлы айтатын болсам, менің алғашқы еңбек жолым Қарағандыға келген күннен басталды десем болады. Ең алғаш мәдениет пен өнер жолы болғаннан кейін студенттік күннен еңбектене бастадық. Аниматор болдық, түрлі сценарий жазып бастадық. Қоғамның, қаланың тынысындағы біраз шараларды жүргізушісі болдық. Ең алғаш құжат менің еңбек кітапшамда жұмыс бұл Саңыраулар мәдениет үйінде жұмыс жасадым. Саңыраулар мәдениет үйіне дейін енді келісім шарт арқылы жетім балалар үйінде жұмыс жасадым. Ол кезде мен небәрі өзім 18 жаста едім. Жалпы еңбек жолымда әлеуметтік осал топтағы жандардың жан дүниесін өзім жас бола тұрып сондай жандардың өмірін, тағдырын көріп бастағаным менің бүгінгі Эльмира болып қалыптасуыма қатты әсер етті деп айта аламын. Себебі расымен тастанды балалар, Құлынш 45-ші шағым аудан біздің сол жерде Құлыншақ балалар үйінде жұмыс істедім деп айтып отырмын ғой. Сол жерде алған тәжірибем Саңыраулар мәдениет үйіндегі өздері сөйлей алмаса да, ести алмаса да, бойларында өнер тұнған жандардың жанында қызмет жасау менің өмірлік жолыма қатты әсер етті. Сол кездегі басшыларым Бақыт Үлпашевна, Райса Сабировна деген апайлардың менің өміріме қатты басшы болып, ең керемет жан дүниелері терең жандар басшы болды маған. Мен сондай жандармен жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын. Студенттік күнде қосымша жұмыс жасап жүргенде сол кісілермен таныстым. Сол кісілер кейіннен мен қолыма диплом алған кезде мені жұмысқа өздері шақырды. Сөйтіп еңбек жолым басталды. Тұрмысқа 19 жасымда шықтым, екінші курста. Бірақ ешқашан отбасы мен өнердің арасындағы өзімнің жұмысым барысындағы дүниелерді алшақтатқан емеспін. Екеуін қатар алып жүрдім. Жұмысыма деген, өзімнің істеп жүрген үлкен бір махаббат болды. Махаббат бар жерде барлығына үлгеруге болады. Менің бүгінгі жүріп өткен жолымды есіме алсам, енді шыны керек бір кездері отбасын құру кезеңінде тіпті еден жуған кездерімде болған екен. Бір жерде өзім режиссер болып қызмет атқарып жүріп, екінші жерде еден жуып, ол бір жоқшылықтан емес, жақсы бір мықты отбасы болып кету тұрғысында жолдасыма көмектескім келіп, еңбектен ешқашан арланған емеспін. Барынша жұмысты алып, екі қолға бір күрек деп, дұрыс қарым-қатынас жасаудың арқасында қоғамға өзімдік бір рөлімді, ойымды бекіту үшін барынша тырыстым, еңбектендім. 23 жасымда Кеншілер мәдениет сарайына енді жаңағындай бір тәжірибемен бөлістеп жатыр жоба аясында. Енді 23 жасымда Кеншілер мәдениет сарайында өнер бастау атты үйірме аштым. Ол кезде ең алғашқы жалақым 13 000 теңге. Сол бір жылдың ішінде мен үйірме жетекшілігінен бөлім маманы, одан кейін бөлім басшысы, режиссер, одан кейін шығармашылық жөніндегі басшының орынбасарына дейін көтерілдім. Сол 2013 жылы, 2012 мен 2013 жылдар арасында шығармашылық өсу болды. Сол кезде бір жіберген қателігімді айта кеткім келеді. Сол қателікті жастар қайталамас екен деп. Жастық максимализм мен қызуқандылық менің бойымда амбиция қатты болды. Ұлтқа, тілге деген сүйіспеншілік тым артық көп болды деп ойлаймын өз басымда. Шыны керек сол кезде
қолыма жап-жас болып билік деген кезде менің бір өкінетін дүнием, мен сол кезде адамның кәсіби біліктілігіне емес, адамның ұлтына қарап бір дұрыс емес шешімдер шығарған екенмін. Қазір ойланып отырсам, мен сол үшін өкінем. Кейбір адамдардың бәлкім бүкіл дүниенің барлығы қазақша болу керек деген түсінік болды менде. Бірақ соның барлығы қате екен негізгі. Бұл жерде мен өзге тілді жақтағаным емес, жалпы адамның өзімнің қате шешімдерімді айтқым келіп отыр. Сондай шешімдерді шығарған кезде жақсылап мұқият ойланыңыздар. Жастық шақта жастық максимализм, кейбір шешімдер уақыт өте келе өзің артыңа жүріп өткен жолыңа қараған кезде ой түйеді екенсің. Менің ой түйгенім осы дүние. Қазір бір шешім шығармас бұрын бірнеше рет ойланамыз. Тез шешім қабылдау. Жалпы өзім негізгі тез шешім қабылдаймын, бірақ десе де қазір бірнеше рет ойланып алуды мақұл көрем. Одан кейін Кеншілер мәдениет сарайынан жалпы отбасымен жұмысты қатар алып жүргендіктен декреттік демалыс кезінде Қарағанды қаласындағы жастар саясаты басқармасы, облысымыздағы жастар саясаты басқармасында жұмыс жасадым. Одан бөлек өзімнің өмірлік бір адамның ұстанымдары болады ғой, сондай ұстанымдарының бірінде мен жастармен көптеген кездесулер, жобалар аясында жұмыс жасап жүрдім. Соның бірі жатақханадағы қыз балалардың тәрбиесіне қатысты, қыз балалардың өміріне қатысты үлкен жобалар жүзеге асырып, бүгінгі таңда енді 100-ге тарта қыз баланың өміріне әсер еттім деп айта аламын. Себебі қаншама кездесулер, қаншама шәкірт, өмірлік ұстаз бола алдым деп ойлаймын өз басым. Жалпы қазір жастардың көбісі мотивация деген дүниені айтып жатады ғой. Мотивацияға тойып алуға болмайды. Мотивация бір леп сияқты, бір салқын самал жел соғады ғой, бір сәттік дүние. Жалпы тұрақтылық деген дүниеге жақын болсаңыздар екен. Бізде мотивация деген сөз енді шетелден келген ғой. Мен сол сөзді өз басым жігерлендіру деп өзгертіп, сол сөзді қолдансақ екен деген бір ұсыныс айтар едім осы тұста. Жалпы жігерлі болып жүру. Жастардың жігері арманмен ұштасқан кезде үлкен жетістіктерге жете алады деп айтар едім. Армансыз адам көп жетістікке жете алмайды. Сондықтан жетістікке жетудің кілті арманмен тікелей байланысты дер едім. 2023 жылы Қарағанды қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен жаңа есімдер байқауының ұстаным номинациясының жеңімпазымын. Қарағанды қаласы әкімінің сондай-ақ үздік тіл маманы байқауының жеңімпазымын. Формула жыр жинағының авторымын. Енді бұл жерде бұл жетістіктердің барлығы не үшін айтып жатыр деген ой келетін шығар. Бұның барлығы менің жалпы өмірлік ұстанымымның, жеке тұлға болып қалыптасуымның берік бір ішкі принциптарымның қойылғандығының нәтижесі дер едім. Табанды еңбек, дұрыс қарым-қатынас жасай алу, осының барлығы менің өмірлік ұстанымдарымның бірі. Жалпы барлық қағидалардың ішінде айтатын дүние жауапкершілік шығар. Кез келген іске үлкен жауапкершілікпен қарау, бұл менің өмірлік ұстанымым. Себебі атым, абыройым, менің атым жүрген жерде барлық дүние үлкен жауапкершілікпен атқарылу керек. Себебі мен өзімнің атым ғана емес, менің атымда Эльмира Сайлауқызы деп менің әкемнің аты жүр. Осы дүниеге қатты қараймын. Осы дүние тұрған кезде мен әкемнің есімі менің есіміммен қатар тұрған кезде мен тауға баруға дайынмын.